Сәлем қыздар, мен бүгін кабачкиді фаршировать етейін деп жатырмын. Міне менде 1,5 штук кабачки қалған. Текке қалмас үшін мен қазір фаршировать етемін. Ішін бәрін босатып алдым. Міне мынандай кругляшок болды бос. Оның бәрін сақтап турап қойдым. Мына жерде менде 2 пияз, 1 морковь. Осының бәрін қазір қуыратын боламын. Пиязым сақтап 4 бұрыштап кубик болып туралған. Осыны қазір жақсылап қуырып аламын. Сарғайғанша одан үстіне морковь пен кабачкиімді салып тағы да қуырамын. Жұмсақ болғанша толық пісірмейміз, шала пісіріп аламыз ғой, шала қуырып аламыз. Пиязымның үстіне сәбіз бен кабачкиімді салып алдым. Енді осыларды жақсылап қуырып аламын, үшеуін. Жақсылап қуырылып жатыр. Енді осының үстіне тұз саламын. Қара бұрыш саламын. Және де молотый чеснок. Көп салудың қажеті жоқ, себебі біз бұған фарш қосамыз. Фаршымыз приправалар болса, мұнда көп салудың қажеті жоқ. Ал егер фаршыңыз тұзсыз, бұрышсыз болса, онда екеуіне бірге салсаңыз болады. Менікі уже дайын. Қазір осыны фарштың үстіне салатын боламын. Менде фаршым дайын. Тұздалған, бұрышы қосылған. Менде мында 300 грамм фарш. Енді сол фарштың үстіне жаңағы дайындаған пияз, кабачки, сәбізімізді қосамыз. Қосып жақсылап араластырамыз. Суығанын күтсеңіздер де болады, суығаннан кейін барып араластырсаңыздар да болады. Мен фаршым дайын, екеуін араластырып қойдым. Қараңыздар. Енді мына дайын кабачкиіміздің ішін толтыратын боламыз. Қойып алыңыздар. Басып отырып, толтырамыз сынығыздап салып. Кабачкидің биіктігі өз қалауыңыз бойынша менде 2 сантиметр, 3 сантиметр, мында 2 сантиметр. Осылай дайындап, морозильникте қатырып қоям. Керек уақытында шығарып, духовкаға немесе табаға пісіріп аламын. Жарты сағат жеткілікті. Духовкада пісірсеңіз, өзіңіздің духовканың градусына қарайсыз. 180-200 градуста пісіріп алсаңыздар болады. Дәл осылай картошканы да фаршировать етсеңіздер болады. Ішін босатып алып, дәл осындай начинка салсаңыздар болады. Міне менде дайын.
Менде 9 штук шықты. Енді қалғанын кішкентай фрикаделькалар жасап қоюға болады. Фрикадельки немесе котлет қылып жасасаңыздар. Міне супқа қосқанда менде осындай ұсақ-ұсақ фрикаделькалар шықты. Осыларды жасап дайындап қатырып қойын. Отзывтарыңызды қалдырыңыздар жасағаннан кейін. Дәмі өте тамаша болып шығады. Көріп тұрсыздар ғой. Начинкасы қалай сочный болып тұр. Майлы. Қатқаннан кейін мыналарды фрикаделькаларды салафанға салып қойсаңыздар болады. Мыналарды кабачкиді контейнерларға салып қойсаңыздар болады. Қатырылғаннан кейін пісірер кезде размораживать етіп қажеті жоқ. Осы күйінде табаға салып немесе духовкаға салып үстінен су құясыздар. Су томатпен араласқан томатный су бар, соны құясыздар. Немесе даже томатный сок қосып пісірсеңіздер болады. Не осылай қатып шықты. Иісі енді нереальный. Мен фрикаделькаларын